Ал, 1, 2, 3. Жүру қиын. Ұстаңыздар, жібермеңіздер. Құрметті көрермен, Асауға тұсау спектакліне келдік. Қазір қызық болайын деп тұр. Негізі фестивальдердің бәрінде жеңіске жетіп жүрген үздік қойылымның бірі емес, бірегей десек болатын шығар. Кеттік, бірге көреміз. Ал, кеттім. Грим бөлмесіне бізде бір келмейтін бір актер бар, Дәурен Серғазин. Өзі оянады. Өзі оянады. Әдет болып қалып қойған ғой. Ал біз болсақ дайын асқа тік қасық деп барып отырып адамды жасап беріп. Негізі актер өзі жасау керек. Ол берілген кейіпкер, образ, актер сол образдың өзінің режиссер болу керек. Асауға тұсаудан бұл ұстаным айқын сезіледі. Актерлер осы рөлдермен туғандай. Бір-бірінің көзінде, сөзінде, таяғында қағып әкетеді. 2013 жыл келді, Дворец школьник, памятында Дворец школьникте келдік қой. Сол кезде алғаш қойылған болатын. Сол бізге өте ыстық спектакль, бір өтірік айтпасам 10 рет ауысқан шығар режиссурасы. Бұл жерде жастар театрының бүкіл актері бар. 30-дан астам адам жүреміз сахнада. Бәрі өмір сүреді деген ойдамын. Өмір сүресіңдер ғой, солай. Сәттілік. Сізге сәттілік күшті сіздер. Мен қарап жүріп бастайын. Петручаның досы ғой. Ауырдың қай жағымен жүршеді? Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүретін, сондай. Дұрыс. Солай ма? Дұрыс. Солай ма? Сөйтіп жүрген адам, жаңағы Петручадан қалған тамақты жеп, Петручадан қалған сый құрметті алып жүретін адам, бірақ адал дос, әзіл қой, өте жан жағын күлдіріп жүретін, сондай қулығы да бар, жүрек ашық. Секіп қылып кете беремін. Кәдімгі сәтті жасап берейін десем мына басын неге тиіп кете ма деп тұрмын, патологқа. Қарапайым күйеу болып, жаңа гүл тағып, былай бармаймын. Керісінше жаңа кір қожалақ болып барып, қайда қыз болды. Біз уақыт жоқ, құда сарқанға отыруға, әке ренжімейміз, осылай біз кеттік. Соны балалар деп біреу араша түскісі келген кезде, бұл өзімнің мүлкім, дұрыс па? Өзімнің шаруам. Неге мүлік дедіңіз айтпақшы? Енді Шекспир атадан сұрау керек шығар, оны немесе аударған Мұхтар Әуезовтен. Аударма жалпы өзі қиын ғой. Неге дейсіз бе? Осы кеше ғана Гамлет спектаклін ойнаған болатынбыз. Көптен бері ойналмаған спектакль Гамлет. Соны байқасам, көбісіне жат болып қапты. Көп ойналмаған екен. Өзге біреудің киімін киіп сахнада тұрған секілді да, сырттан бақылап тұрсам. Сосын Әбіш Кекілбаевтың Абылайхан спектаклінде ақ өлеңмен жазылған сол бір Бұхар жыраудың сөзін есіме түсірсем, ол ондай емес. Бақыт мырзаны түсінуге болады. Спектакль ақ өлеңмен жазылған. Оның үстіне ағылшын тілінен тікелей емес, орыс тілі арқылы аударылған. Ол аз ба? Бұл қойылымға басқалардан 4 жылға кеш қосылған. Осы вот дегенді сіздерге түсіндірдім ғой. Андай актерлердің арасында қарғыс бар. Қарғыс деген қарғыс емес, жай әңгіме ғой, қылжақ әзіл қой әңгіме ғой. Бір нәрсе болса, сенің басыңа вот келсін дейді. Адам сияқты. Айтышқа. Негізі бұл спектакльдің костюмы вообще басқа болған. Біз бір фестивальдан кейін жюри мүшесі айтты, сіздерге киімдеріңізді өзгерту керек сияқты деп. Сөйтіп, мына костюмдар деп бүкіл сырды ашып жүрген ба? Неден қалған? Осы оперный театрдан. Оны айтуға бола ма, болмай ма? Болады әрине. Әр жақтан жиналған костюм. Асауға тұсау. Әртүрлі клоунада осы стильге арнайы. 2 сағат бойы олай жұлқылады, бұлай жұлқылады. Не деген ауыр рөл дедім сіздің рөліңізді. Үйрендік.
Әділ ағаның алып соққанына. Бұл спектакльге енді кіргеннен кейін кейбір жерлері болады ғой, адамның құпия секрет дейді ғой, демалып алатын. Сол нәрселерді әлі ұғып жатқан жоқпын, сондықтан басынан аяғына дейін мен енді былай қатты тырысып жүрмін. Расымен күш керек, тамақ жеп жүріңіз, ұйықтап жүріңіз. Рахмет, рахмет. Феминистерге ұнамай қалатын жерлері бар сияқты. Оны енді Шекспирге, Мұхтар Әуезовке үлестірсе болады. Режиссер ретінде сіздің пікіріңіз бұл тұстарға, бұл сөздерге деген сияқты. Мен енді феминист дегенде өзім социализм кезінде туғанмын. Мен социализм кезде білім алдым. Мен жақсы білім алдым. Мен Москвада оқыдым, өзім Қазақстанда оқыдым. Мен феминист деген нәрсені кейін ғана естігенмін, оны мен араласып көрген де жоқпын, білмеймін де. Мен өзім сабақ беремін. Менде алдыма біреудің қыздары келеді, біреудің ұлдары келеді. Мен оларды ұлдар ретінде қабылдаймын, қыздарды қыздар ретінде қабылдаймын. Ол өзімнің қызыма қалай қарасам, дәл солай қараймын. Өзімнің қызымның таза болғанын қарасам, басқаның да қызым таза болса екен деп ойлаймын.